Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldinizler. Unap жатса tirkelip ketіңіздер. Bugün sizlerмен biz katlama жасайтын bolamız. Katlama pişiremiz. Tuz salamız, sarı may, bir жұмыртқа salıp, жылы su kuyup üstüne kamır eleyimiz. Kamırımızды tındırıp, betini жауып, 15 minut koyup koyamız. Mine tıngan kamır alıp, bölüklerge bölemiz. Жасап көріңіздер, өте оңай. Әр біреуіне жаясыздар. Üstüne eritilген margarinimizді жағамыз. Барлық жеріне әдемілеп жағып, bir шетini kesеміз. Kesіп, осылай орап шығамыз. Барлық қатламаны осылай істеп шығып, 5-10 минут тындырып қойып, содан соң жайып, пісіріп аламыз. Аз мөлшерде қаттама жасайтын болсаңыздар, дәл осылай жасасаңыздар болады. Егер көп жасаймын десеңіздер, үлкен зуала етіп, жайып жасайсыздар. Пісіріп аламыз. Міне дайын болып қалды қаттамамыз. Dayın. Mine ас болсын. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Егер ұнаса, лайк басып, комментария жазып қалдырып кетіңіздер.